Бағалаудың тағы да бір түрін ұсынамын. Парашют деп аталады. Бұл бағалауды алдымен жеке бағалауда қалай іске асыруға болады, соны түсіндіріп өтейін. Астындағы кеңістікке оқушы аты жөнін жазады. Жоғарғы бөлігіне, яғни сабақтағы тапсырмалардың реттілігі, жаттығулардың номерлерін жазуға болады. Айталық, номер 3-ші есептің бала 2 деген балл жинады. Келесі номер 5-ші жаттығуды бала мысалға 4 балл жинады. Дәл солай сабақ әр оқушының тапсырмадағы балдарын жазып, сабақ соңында мұғалім өзінің журналына тіркеп жалпылама қорытындысын шығаруға болады. Немесе бұл парашют бағалаудың топта қалай бағалауға болады? Топтық бағалауда айталық, жоғары бөлігіне оқушылардың аты жөнін жазуға болады. X оқушы, Y оқушы, Z оқушы, соған сәйкес әр оқушының тұсына жинаған балын жазуға болады. Айталық, X оқушы сабақта 8 балл жинады, Y оқушы 9 балл, Z оқушы 7 балл жинады. Енді мына тұсқа жалпы топтың қанша балл жинады? Мысалы, айталық, мына топ жалпы ұпай сандардың қосындысы 31, екінші топтың ұпай сандардың қосындысы 28 деп тақтаға парашюттарды іліп, ең көп ұпай жинаған топтардың парашюттарын жоғары, соған сәйкес реттілігіне байланысты парашюттарды тақтаға магнитпен іліп қойсақ, топтар арасындағы бағалауды да осылай жүргізуге болады.